Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге трайфл дайындайтын боламыз. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Рецепті соңына дейін қарап шығыңыз. Ең алдымен ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды салып, үстіне шекер салып, миксермен жақсылап, аппақ болып көпіргенше араластыратын боламыз. Міне біздің 3 дана жұмыртқамыз бен шекерімізді қосып, миксермен араластырғанда дәл осындай аппақ болып көпіріп шығуы тиіс. Енді ұнымыздың үстіне какао салып, біраз қасық қопсытқыш барлығын бірге араластырып, бірінші бөлігін салып аламыз. Ең жай жылдамдықта миксермен араластыратын боламыз. Міне біз енді екінші бөлігін салып жатырмыз. Тағы да миксермен жай жылдамдықтан бастап араластырып отыратын боламыз. Міне біздің тестамыз қаймақ сияқты болып тұруы тиіс. Енді біз тестамызды ыдысқа салып 180 градуста 10 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз. Енді біз кремін дайындайтын боламыз. Менде 34% крем және творожный сыр қажет болады. Миксермен жай жылдамдықта араластырып отырып 30 секунд сайын жылдамдықты көбейтіп отыратын боламыз. Енді біз творожный сырымызды салып, тағы да 2 минут араластыратын боламыз. Міне бізде креміміз дайын болды. Төңкерген кезде ағып кетпейтіндей болу қажет. Біздің коржигімізді пісті. 180 градуста 10 минутқа қойып пісіріп алдық. Коржигіміздің таза немесе шала піскенін таяқша арқылы тексеріп көретін боламыз. Енді біз шоколадты глазур дайындайтын боламыз. Ол үшін шоколадтың үстіне аз мөлшерде сливки құйып араластыратын боламыз. Біз шоколадты глазурды су моншасында ерітіп жатырмыз. Сол себепті біздің шоколадтарымыз ешқандай да асты күймейтін болады. Міне біздің шоколадты глазурымыз дәл осындай болып шығады. Енді біз ыдысымызға коржигімізді майда бөлшектерге бөліп, қолымызбен бөліп шығатын боламыз. Үстіне крем жағып, жұқа етіп, теп-тегіс қылып шығатын боламыз. Коржиктің екінші қабатын салатын боламыз. Тағы да қолымызбен барлығын үгетіп шығатын боламыз. Міне енді бетіндегі кремді жұқа етіп жағып шығамыз.
Енді біз креміміздің үстіне шоколадты глазурімізді құйып шығатын боламыз. Және жан-жағына қарай жағып шығатын боламыз. Мен енді трайфлдың бетін әсемдейтін боламын. Егер де сіздерде дәл мендегідей заттар болмайтын болса, өз қалауларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Міне достар, біздің трайфл дайын болды. Өте әдемі, нәзік, дәмді болып шықты. Сіздермен бірге болған Лейла. Астарыңыз дәмді болсын.